На сцене Муслим Магомаев «Синяя вечность». Салаумағалейкум, ағаларым бүлдірген. Кем атырған ағаншы? Келдім, ана есік шық жабады ғой бүйтіп. Жадыраның шын есімі Владимир. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Эфирде подкаст болған оқиға. Сыртта күн суық болғанмен, қазір біздің мына жерді гүлдендіріп, жылытып отырған осы болған оқиға киносының актрисалары келіп отыр. Біздің 1 миллиард табуымызға үлесін қосқан қыздар. Баконай мен Жадыра! Қош келдіңіздер. Баконай деп айтамыз, дегенмен де Баконайдың шын есімі Бақытгүл. Жадыра деп айтамыз, Жадыраның шын есімі Владимир. Жомарт Владимир. Бұл тек бастамасы ма? Картоп жару алда дезей. Ал қыздар, қош келдіңіздер. Бұл қалдырып кетуім керек екен. Қош келдіңіздер. Көргенімізге қуаныштымыз. Бізде. Бүгінгі болған оқиғаның, енді подкаст көріп отқан жаздар, өтірік айтуға болмайды, фантазия ертуге болмайды, боқтауға болмайды, әсіресе Баконай. Онда мен не істеп отырмын мына жерде? Сол үшін өмірлеріңізде осы күнге дейін өткен бір жақсы оқиғалар болса, сонымен бөліссеңіздер, көрерменнің назары сіздерде. Ал көрермендер сіздер парақшаға тіркеліп, лайк басып, сосын колокольчик комментарий қалдырып, колокольчик басып кетіңіздер. Немесе, егер сол оқиға куәгер болсаңыздар, оны да айтуға мен сол жерде болдым, ой, ондай память жоқ. немесе естіді. Ана подружкаларыңыз жігітімен қырылғанын көріп тұрған болсаңыздар айтуға Айтып болады. берсеңіздер болады. Звондап таңғалдығайдың қынсылап, жылап, маған айтып отырды деген әңгіме болса, оны айтуға Ол да болады. болады. Болған оқиғалар, бірінші бастайтын кім? Бақытгүл. Жадыра. Давайте қызық болсын. Сулифа істейміз? Я не умею, мен білмеймін. Жадырада бар просто оқиға. Жан біз гримде отқанда айтты, мен оқиға мынан деді. Да? Пожалуйста. Андай шокирующий оқиғалардан бастасыңдар, вообще күшті, Иә. что көрерменді бірден іліп алып кетеді. Банядан бастаймын деді ғой. Ал банядан не Банясы болды? не сей? Білмеймін, банядан деді. Біз моншаны жақсы көреміз. Жалпы 30-дан асқаннан кейін біздің қыдыратын демалыс орнымыз монша. Ол біздікі Ол де. бізде де сол. Ауырамыз моншамен, сағаттап кетіп қаламыз. Сөйтіп Айжан деген құрбым бар, біздің кастинг директоры. Біздің Айжан болған ба? оқиғада. Сіз де танымайсыңдар деп айтып. Айш негізі мен группаласым ғой. Екеуміз сөйтіп моншаға барамыз. Мен білмейді екен. Болған оқиғаның білмейсіздер ма? Танысқан Группалас екенін болған. Группалас екенін білмеппін тоже. Жан құрбыс екенін білем. Группалас екенін Группалас білмейді. екенін Екеуміз эстрада цирк колледжінде ойбай сүт қыз кезімізден бірге доспыз. Бірақ арада енді сәл үзілістер болды. Сосын жетте бітірдіңдер, иә? Колледжді. Қаттандай картин жүрсің. Содан Сақ дәуірінен қой енді. Совет үкіметі демес. Болған оқиғаның... екеуің баняға бардыңдар ма сөйтіп? Сөйтіп баняға бардық. Болған оқиғаның пик кезі как раз. Жақсы таралып жатқан кезі. Кинотеатрда жүр. А, Оны значит, демек недавно бір ма, получается? айға жетер жетпестегі әңгіме ғой бұл. Мұнда болған әңгіме болып тұр ғой. Сөйтіп моншаға барған кезде адам өзі бәрін ұмытып кетеді ғой, үстінде ештеңе болмағаннан кейін шығар. Қатты әсер етеді. Мида дым жоқ, актриса екенімізді ұмытып қалғанбыз. Ол кастинг директор екені есте жоқ. Сөйтіп пилингке барамыз. Пилингте тәтелер жақсылап тұрып массаж жасайды. Сөйтіп маған айтты, сен бар да хамамға жүгіріп кіріп шық деді. Содан кейін скрабирование жақсы жүреді деді. Қыздар түсінеді ғой. Сөйтіп ол сөздің ұяттығы жоқ енді. Орамалымды тастадым да ештеңесіз кіре салдым. Хамам бу бұрқырап тұр ғой. Сөйтіп кірсем, бүйтіп сәл бетімді нетіп жатқам, 4 келіншек жатыр екен да, енді аяқты былай көтеріп қойып жатыр екен да. Мен қырмен есіктің алдында тұрмын. Сөйтіп бір тәте маған бүйтіп төменнен қарап жоғарыдан. Нұргүл, мынау ана тәте ғой деді. Тәте деген жаныма батып тұрмын. Баняда көрген ештеңе емес. Оны қойыңдар, тәте дегенді уже қылт ете қалдым. Спасибо. Сөйтіп, кәне, қайсы деп. Ана будан көз деген терлеп жатыр. Мына жерге келіп қараған жоқ па бүйтіп. Будан көз деген терлеп кеткен көрмей жатыр. Шен көрмей жатырмын дейді. Соны мен анықтап қараған кезде. Еще төртеуі де бүйтіп қарай ма? Иә, төртеуі де төменнен жоғары. Мен бүйтіп тұрмын. Бойым ұзын болып көрініп тұрған шығар. Содан өзім қатты сасып қалдым, если честно бар ғой. Біртүрлі ыңғайсыз екен. Бір жағынан ұнап тұр, иә, болған оқиға деп сонымен. Болған оқиғадағы актриса ғой деп тұр ғой енді. Болған оқиғадағы тәте ғой дейді да еще. Сонымен, негізі сен бар ғой жылаттың.
мә ананы айтшы, сонда апаң үшеуін асырап алған ба дейді ғой. ойлашы голый жүрсің Иә. да ше керіп танытып бір түрлі ғой, ыңғайсыз ғой Бір негізі. жағынан приятно, но бір жағынан өте ыңғайсыз. Иә, асырап алған аха дедім да сонымен. Бізде де болған. Алдымен кетейін ба, артымен кетейін ба? Какая разница деп. Сонымен еще бір кісі кетіп бара жатқанда маған айтып қояды, өмірде өте қарапайым екенсіз дейді. Сонымен айтамын, өзінше болайын десем просто үстінде ештеңе жоқ. Сөйтіп сондай қызық болған. Ал енді амандаса сал баняға кірдік. Байдан шыққаннан қайда барамыз? Бакона, енді сен айтып Турцияға барайықшы. Турцияға барамыз. Мен тоже недавно ғой осы болған оқиғаның съемкасы біткеннен кейін. Содан, короче, біз Турцияға барамыз подружкамен. Театрдағы әріптесім. Сөйтіп барып қыдырдық, бәрі күшті болды, прям бәрі идеально болды. Сөйтеміз да Стамбулда үшінші неміз Стамбул болды. Стамбулдың өзіне бардық та, и уже Алматыға обратно ұшайын деп жатырмыз. Сосын мен одан сұрадым, кешінде сұрадым, біздікі қай аэропорт, қарасашы дедім да. Сосын ол айтты да, сол біз Фетхиеден ұштық та Стамбулға, тура сол аэропорт деді да. А менде андай информация болған, ол аэропорттан тек қана ол ішкі рейстер. Сен Сабиха Көкшенді айтып жатсың ба? Иә, Сабиха Көкшен айтады. Ол жерде тек қана ішкі рейстер ұшады дейді да, ана үлкеннен кәдімгі международный. Десем, жоқ, сонымен қарадым дейді. Деді сосын, ладно дедім да, қалды әңгіме. Сөйтеміз, таңертең тұрамыз екеуміз. Білмеймін, сол күні прям асықпай шықтық, үлгереміз деп. Машина келді, оны кішкене күттірдік, еще бардық. Жолда еще жаңағы ақшамыз, соңғы ақша ғой, соны таксиге деп наличка бәрін төлеп тастадық, короче. Болды ғой, не істейміз бәрібір де. Сөйтеміз да түсеміз. Гонорар жақсы төлегенсіздер ғой. Сөйтеміз да түсеміз да. Асықпай бардық қой, билетті берем. Қарайды да, бізге айтып тұр, бұндай рейс жоқ бізде дейді. В смысле жоқ деймін ғой. Жоқ дейді, сосын ладно деймін да, и мен бір танысым болған, сол Стамбулда көп уақыт сол жақта тұрды. Сол арқылы информациялар несі, и мен айтам да оған, сөйлесші мынаған деймін да, түркше сөйлесші деп, потому что түркше айтып тұрды ма? И десем, и сөйлесті бір кезде, Бако, сендер басқа аэропортта тұрсыңдар ғой дейді ғой. Қомаш деймін, енді істейміз. Енді екеуінің арасы салам алейкум. Нереально ол деген. 2-2,5 сағат. Иә. Анау енді біз енді примерно солай барып тұрық қой, алдын ала соның өзінде. Не істейміз деймін ғой. Білейін сендер таксимен бәрі үлгермейсіңдер дейді ғой. Жоқ деймін ғой мен, жоқ, үлгереміз деймін да, короче, тұрам да. Ана таксиге қайттан звонда, обратно келсін деймін. Ол звондайды, төмен кетсем, банкомат қайда деймін. Ақша жоқ қой енді біздің қолымызда. Чемоданымызбен банкомат, еще оның аэропорттың не ғой, ұсақшы бір жетіп болмайды. Банкоматтың алдына келем, чемодан ашып берем. Еще мен банкоматтың тура астынан салып тастағам ғой киімдердің. Ананың карточкасында ақша жоқ. Нәскиді ше салып алмайсың ба? Бұлайынан ақтарып жатырмын, карточканы алам, и тұрамда саламда, содан ақша шығарам, такси келеді, отырамыз, и отырамда айтам ғой. Қарайым уақыт, примерно біз максимум бір 5 минут қалғанда барамыз деп тұрмын да, үлгереміз деп тұрмын. Отырып алдық, нормально деп тұрық та, короче. Сөйтіп, түстік аэропортқа, жететін жерімізге жеттік. Регистрацияға барсақ, уже ешкім жоқ, короче. Адам жоқ даже. И деп тұр қалды, сосын тұрды, все, уже регистрация жабық дейді да. И мен тұрмын да, в смысле жабық? Еще бар уақыт деп айтып жатырмын, оны есіңдерде типа чемодан дейді, екеумізде дәу чемодан ғой. Ол багажға өткізу керек. Ол багажға өткізу керек дейді да. И ана тұрды, нет деп тұр, короче. И ладно, тұрам да, мен ар жақтан қараймын да, и тұрам да айтам. Короче, тәуекел, басқа жоқ, мынаны ручной деп өткіземіз деймін. Чтобы понимаем, мынадай үлкендігі чемодан, короче. И тұрам да сол уақытта біреулер ұшып түседі, анау не дейін, адамдар тұрады ғой. Адам толып тұр ана жерде. Мен тұрамын да, давай екеуміз екі жақтан өтейік, чтобы уақыт алмашын да. Екі жақтан кешіріңіз, типа уақыт, тайм деп қойшы. Бар, ағылшыншамыз ғой. Екі жақтан өтеміз да. Бүйтіп паспортымды беріп жатсам, Бако деген дауыс шығады ғой. Қарай, паспорт дейді, арамызда бір 5-6 не тұр да, короче. Оның паспорты менде кетіп қалған ғой. Уже мен көзім жасқа толып кеткен мына жерде. Анау прям кино болып жатыр. Ол маған, мен оған жүгіріп келе жатырмын.
и тұрады да анау типа анда тұрған кісі маған бірдеңе айтып жатыр да, а мен оны түсініп тұрған, да, окей деп жатырмын да, и көрсетіп жатырмын билетті, и анаған бүйтіп паспортты беріп жатырмын, и ана айтады, ей, сенен деген регистрация жасалған билет сұрап тұр дейді, онлайн жасап қойғанбыз, соны сұрап, а мен оған сатып алған билетті көрсете бергенмін ғой, короче, міне деп. Регистрация жасадың ба деп тұр ғой Жасап қойып тұр ғой сол. Сөйтемін да, сөйтіп екеуміздің паспортымызбен кіреміз, береміз, и чемоданды салған кезде ана жерде тексеретін апай бізге бүйтіп қарады. Деді да, түрден жібермей, тұра бер деп тұрмын да. Главное, түрі бермеу. Иә, и тұрады да, ана апай тұрады да, ана чемодан, и ана жерде ағай отыр да, неден қарайтын. Сол соған қарайды да, типа айтып жатыр түрікше. Енді түсінген мүлше болмайды, мынау үлкен деп жатыр да. И менің ужым толып тұр жасым. Көзің. Рабина, жылауымыз керек деді. Жылауымыз керек дедің ба? Иә, тұрам да. Переводтан, короче, не істеп алдым да, примерно, please, time, бірдеңе деп айтып жатыр менде, короче, пожалуйста деп, прям үстіп айттым ғой, прям орысша да қосып жатырмын ішіне, уже менде ағылшынша бітті уже, пожалуйста деп жатырмын, жылап жатырмын уже. И ана кісі тұрды да орнынан, прям, сол кісіге риза болған, бүйтіп жан жағына камераға қарады, давай деді ғой. И ана жаңа түрікше апай ұрсып сөйледі, короче, типа, как так, анау мынау деп. И екеуміздің чемоданымыз өтті, мен алдым да сразу біздікі қандай не? Гейт қандай деп қарап артыма қарасам, ананың чемоданын ақтарып жатыр, короче, ішінен. Примерно бірдеңелер алып жатыр ғой. Блин, неге олай дедім да, короче. Қарадым да, короче, ойладым, енді екеумізде интернет бар. Ладно, короче, не істер, звондап сұрап алар. Бас, мен енді бар ғой, ана жүгіруді айта алмаймын мен. И үстіп жүгіріп келем да, біздің гейт еще төменге түсу керек қой. Лифтпен точно ұзақ жүрем, эскалаторға лестница сияқты жүрдім ғой бүйтіп. Еще менің чемоданымның бір дөңгелегі сынып қалған. Бейшара болдым ғой, прям ана бар ғой. Еще бүйтіп жүріп кетіп. Позор кетіп бізді. Жоқ, бүйтіп жүріп кетіп қана айналып кетеді да, бір дөңгелегі жоқ қой екен. Айналып кетіп, қайтадан бүйтіп жүгірем. Сөйтіп жүгірем да, жүгірем. И прямо біздің гейттің алдына келдім. Ана есік шық жабылады ғой бүйтіп. Самолет тұр уже, соның есігі. Жоқ. Excuse me, деді ғой маған. Дедімсің, типа, все уже жабық деді. Жыладым. В смысле жабық дегенсің ғой, кәдімгі в смысле деп естіп тұрмын да, сосын айтып тұр да, уже болды деп. И мен тұрамын да, короче, жаңа балаға звондаймын. Мынау жабық деп тұр, мен келіп тұрмын, самолет тұр, көріп тұрмын, пожалуйста, еще автобус емес, прямой кризин деп тұр деп тұрмын ба. Сөйлесіп берші деп анау айтып. И анау тұрады айтады, түрікше сөйлесті, и типа айтты, біз не істей алмаймыз. И маған алсам, Бако, уже все. Как все? 1 минут, алло деп айтып жатыр. Анаған ұрсады, қумаш 1 минут, неужели сен сөйлесе алмайсың деп жатырмын да. Енді бұл басқа, и что деп жатырмын да. Білмеймін, айтшы бұл ауырып жатыр біреу, соған бара жатыр деп айтшы деп жатырмын да. Соңғы анда немді айтып. Біреуді өлтірдің ғой. Өлтірдім, короче, реально өлтірдім. Осындай бара жатыр деп айтшы деп, и айтысын. Типа, мы не сможем, анау айтқан, короче, біз не істемейміз, камерадан қарап тұр. И бір уақытта, боп, давай деймін, өзім шығам ғой, жаңа, жартылай ағылшын, жартылай орысша, короче, сөйтіп жыладым. Нет, дед. Ладно, деп, жылап тұрмын осы. И қарасам, анау енді келе жатыр. Ол точно үлгермейді ғой, сен кетіп қойғанда. Блин, анау енді кетіп, сосын маған қарайды, мен оған қараймын. Жоқ деді. Уже түсіндік. Екеуміз екі жаққа отырып алғанбыз ғой. Кімді кінәларымызды, мен оны кінәлайын десем, ол маған айтала, сен өзің тексермейсің бе енді деп айтатындай несі бар да маған. И ол маған ренжи алмайды. Ол қателесіп тұр да, өйткені екеуміз бір сағат солай отырдық қой. Вообще бір-бірімізге сөйлемейміз, қарамаймыз. Самолет ұшып кетті. Ұшып кетті самолет. Отырық. И бір кезде уже мен тұрында анау жазып жатырмын несіне. Сонда да қоймаймын ғой, мен байғыз. Мүмкін келесі рейске, типа, хотя бы скидкамен ұшырады деп. Сөйтсем, 2 есе қымбат баға ұсынып тұр ғой маған. Тақалған кез алып отырсыңдар ғой. Сөйтеміз да, в общем, 1 сағаттан кейін барам. Сөйтіп, баняға бардық десе. Иә десің, сосын. Дәрет алып шық. Турцияға хамамға кірдік десің, турецкий хамамға кірдік десің. Содан қайттыңдар. Сонымен отырдық, сосын билет алдық, келесі күнге через Баку алдық. И сол кезде маған осы жақтан бір съемка шығады. Конечно, түсем деген Ақшамға бақ, конечно. бір күндік съемка ғой. Еще мен самолеттан түсем, үйге барып үлгермеймін, сразу соған баруым керек.
жоқ шаршамаймын түсем деші маған ұша керек. иә сөйтеміз да ой ол аэропорттан оказывается сен рейстен қалып қойсаң сен басқа есіктен шығу керек екенсің оның ішінен шығу үшін біз вот құдай ақ 3 сағат жүрдік сол есік таппай прикиньте бір деген неге бару керексіңдер дейді да таблоға бір деген жоқ сөйтсем 2-1 болып есептелмей ма бірдеңе екен сондай короче тура осындай история менде болды, Амстердамда болды менде. Короче, біз магистратура оқып жүрген кезде жібереді ғой. Иә. Сөйтіп, короче, 2 аптаға бізді Амстердамға, Голландияға жібереді. Ол жақта Лейден деген қаласында Мұхтар Әуезовтың қызы Зифа Әуезова. Сол жақта енді күйеуі Нидерландец, сол жақта бізді сол кісі қабылдайды, бізді оқытады 2 апта бойы. Сөйтіп 2 апта оқыдық, ары қарай Европаны аралап қаңғырдық, и ұшатын күні 3 сағат ерте келіп аламыз аэропортқа, Амстердамның аэропортына. 3 сағат ерте келіп алдық та. Сөйтіп ана бүкіл заттар алып алғанбыз ғой неден ше, Амстердамнан. И соны өткізсесің да, такс-фри деген бәлесі бар, короче. Соны өткізсең, какой-то процентін ақшасын қайтарып береді саған. Иә. Соған барамыз да жүреміз, короче, сол жаққа бардық. Ана болмайтын ақша алдық сондағысы ше. Әрқайсысы бір 5-6 мың теңге ұстайтын ба, 7-8 мың теңге ма, сондай ғана алдық. Сол такс-фриға барамыз деп, аэропортқа 3 сағат ерте келіп алғанбыз, аэропорттың ішінде жүріп, уақытты қарайық, уақыт уже келген ғой. И жүгіреміз ғой, такс-фридан очередь тұрды, и сол очередьтен күтіп қалдық біз сол жерде. Жүгіріп, ұшып келіп, прям неге уже кірейін деп атқан кезде айтып, все болды, жабылды уже, болды, самолеттің ұшайын деп отыр дейді ғой. Амстердамда 14 адамбыз ана жерде. Студенттер, біздің группа, 14 адам, такс-фридің көтінде жүрміз, ана жерде бәріміз ақша. Сондағы салғамыз 5-6 мың теңге. Ойлашы. А билетіміз күйіп кетті да, мысалы ше. И енді қайтадан новыйдан билет алуымыз керек. Кеткен жоқ, қазір ғана жаптың ғой, айтшы үлгереміз, жоқ дейді. База уже болды жабық, система жауып тастады. Ары қарай уже самолеттің де есігін жауып тастады уже. Сіздер самолет деп жатсыздар, мен пойыздан қалғаным бар. қайтадан алдыңыздар ма Сөйтіп қайтадан, короче, билет алдық. сол күні үштіңіздер Через Минск. сол күні үштіңіздер Жоқ, ертесіне. Сол күні біз аэропорттан шыққан жоқпыз, аэропорттың ішіне қондық. Қай жеріне? Аэропорттың 1-ші этажында мынандай Капсула. Жоқ, капсулада уже қонған жоқ, ақша жоқ. Ойбой. Кәдімгі терезе бар ғой. Иә. Аэропорттың қоршаған стеклянный терезелер. Сол терезенің түбінде ұйықтадық қой, бәріміз индейстер ұқсап. Жерде жатық бәріміз. Адамдар өтіп жатыр былайынан. Сумкалармен бүйтші. Бәріміз сол жерде ұйықтап жатырмыз ғой, короче, түнде. Сөйттік та ақша жоқ, ойлашы, Қазақстанда кімге звондап, ақша берші, пожалуйста, бірдеңе берші, қайтарып беремін саған бірдеңе деп. Әрқайсымыз 70 мыңнан ба, 80 мыңнан ба, обратно, в общем, через Минск болғаннан кейін арзан түсті, короче. Сөйтіп алып, аэропортта қонып, ертесіне сондай уақыттағы рейспен. бізде сол келесі күні ұштық қой бірақ біз Нерв болдық қой. Кешігу деген негізі 7 мың теңге әдет, иә, ішінде. жаман әдет. Кешігу дегенде менде Мальдивға барғанбыз біз. Мальдивға баратын кезде самолетпен миллиард жинаған адамның самолетпен әңгімесі. ұшып барып, Мальдивада 7 күн демалып, қайттан ұшып келдік. Ештеңке болған жоқ, просто айслайын дегем. Ойбай. Жоқ, бәрі Амстердам, Турция, Минск. мен айтайын дедім ол жақта қалсаң арман жоқ шығар деп айтайыншы Қалып кетсе деп ба? Бәрі шетел туралы. Жадыра қазір пойызға, плацкартқа қалай қалып қалғандай. Қай жаққа баратқан кезде? Астанаға студент кезімде. Жоқ, ол кезде тұрмысқа шығып, по-моему, уже балалы шағалы, мен тұрмыссыз ерте құрдым ғой. Сөйтіп, айтайын деген негізі әңгіме мынадан шықты. Кешігу деген әдет. Папам Менде де айтады ғой, солай. жадыра осы деген әдет қалып қалады ертеңге дейін. Шынымен де ол әдет болып қалып қалды. Мынада да сол. Өте көп кешігем. Самолет, вертолет, ұшатын жылжитын нәрсенің бәріне кешіге беремін. Мен наоборот ерте барам. Қандай жақсысыз, қолыңызды Еще үйдегілермен қылқынып, қырылып жүріп. Ерте барам или уақытылы барам, бірақ кешігу деген ұнамайды маған. Нұрболқанға ырзасың, самолет ұшып бара жатыр ма? Жоқ, бірақ мен самолет жағына келген кезде ответственныйлауымын. Именно сол жерде айтып тұрмын ғой, аэропортқа 3 сағат бұрын ерте барып алдық деп тұрмын ғой біз. просто жаңа тегін деген нәрседен Просто ана процентін қайтарып береді дегенге миымыз ауышып қалған ғой. Сосын сіздер бір айға ерте билет аласыздар ма мен сияқты? Аламын, конечно. Мен сөйтемін ғой. Мысалы, 2024 жылғы январьдың мысалы 15-і да, мен оны 2025-ге ала саламын. Наперед. ондай болмапты Наперед? Бір жылға ма? Бір жылға бұрын алып қойыппын. Сондай оқиға болған. Шатастырып жылда. Каспийдан.
да 2025-тің январда 2024 жыл ма? Мен негізі бар ғой ондай оқиғаларым өте көп. Кешігу, бірдеңені былықтыру деген. Содан мен бұрынғы жолдасым, енді негізі біз өте қатты жақсы араласамыз, дос ретінде. Сөйтіп мен осындай былықтарынан шаршаған ғой әбден. Талай жүріп баратқан пойызға да сумкамды лақтырып, сөйтіп шығарып салған кездері болады. Сөйтіп осындай жаңа жылдың қарсаңында былтыр осы. Қате билет алып қойғам. Сол қате билетіме де кешігіп тұрмын ғой мен деген, түсінесіздер ме? Аэропортқа корпоративтен шығып келіп тұрмын, бет ауыз деген боянбаған. Сөйтіп түсіндім мен, что мен қате билет алғанымды не істеймін. Мен Бакуна сияқты жылай алмайды екен. Мен сразу ұрса кетемін адамдармен. Как, что? деп сөйтіп мен рефлексно қалай келіп тұрған жоқпыз ба деп. Анау видео шығып кетті ғой, білесің ба, анау осы Алматының аэропортында қырғын болған ғой, короче, анау біреулер жүк үшін, біреулер типа андай кешігіп келген үшін бірдеңе, самолет ұшпаған әлі бірақ ана жерде бір тәсе жегізіп жатыр ана жерде. Аузына келгенін айтып ше. Как это так? деп жатыр ана ше. Ана Флайерстанның қызы. Ну, мы ничего не сможем сделать. Как не можете сделать? эмоция жоқ. Не можешь! Ну, у нас правило такая. жоқ оларды наверное алдын ала оқытады ғой, сол кезде солай дайындайтын шығар. Жоқ, қандай ғой, Эйр Астанада почему-то енді ондай проблема болмайды қатты ше, например. Эйр Астанада кішкене сенің положениеңе неге кіруге тырысады. А Флайерстанда еще андай ғой, қол жүгің өзі 5 килограмм болса, 6 килограмм болса, соған 12 мың теңге төлейсің мысалы. Былтырғы сол оқиғамды аяқтап тастайшы, билетімді қатты ауыстырып алған кезде паникамен мен сол жаңағы әңгімені бастадым ғой. Бұрынғы жолдасым звондайтын бар, көмек сұрап, осындай болып тұр, не істеймін деген кезде маған айтқаны қатты өтті да, мә дүние өзгерсе де сен өзгермейді екенсің деген. Баяғы қылығың әлі сондай ма деп. Неше, енді кинода, сериалда талай түсіп жатсыздар ғой, бір үздік режиссер кім сіздер үшін? Жұмыс істеген осы уақытқа дейін. Режиссерлер деп айтсаң да болады. Ну, мені қоспай-ақ қой. Қысылып отырсаң. Мен Ануар Матчановпен жұмыс жасадым, бірақ өте аз, ол жерде қатты линиям болған жоқ, жестірнақта. Бірақ сол проекттен кейін жалпы мен ойладым, ағам мені басқа қырынан ашса ғой, кеңінен ашып деген сияқты. Ануар ағаммен жұмыс жасағым келеді. Ұнайды? Маған ол кісінің жеткізуі стилі ұнайды. Ернар ағамен жоқ жасамын. Анвармен. Анвар ағамен. Сен Дархан Сарқиновтың ана сияқты ғой жұмыс жасаған? Жоқ, мен ең бірінші жұмыс істеген режиссер Олжас Нұрбай. Вообще маған, мен қуанам, ол кісі вообще бірінші өмірдегі режиссер жұмыс істеген сол кісі болған. Өйткені ол кісіден мен өте көп тәжірибе жинадым. Бірінші проектім болғандықтан мен енді 0 болып тұрмын ғой. И ол кісі прямо не то, что ондай жаңа, ол біліп тұр да, менің 0-мен келіп тұрғанмын. И сол жағынан маған прямо өте қатты көмектесті. Сол кісі ең бірінші жұмыс істеген режиссерім. Одан кейін Дархан ағаны айтам, Саркенов. Сол Олжас ағаны айтам, Нұрбай. Продюсерлерден кім күшті? Режиссерлардан Нұрболғанды күтіп едім. Бірақ бар ғой, мен шынымды айтайын, вообще осы уақытқа дейін енді түсіп жүрмін ғой. Бірақ менімен саудаласпай, прямо вот бір баға қалай қойылды, солай келіскен, это сол Рамазандармен сіздер. Мен ашығын айтып отырмын. Заманбекте ма? Иә. Заманбекте болған оқиғада ма? Қалғандар бағаларын түсіреді? Саудаласады, бір берекетіңді қашырып жібереді ғой. Ана фильмге деген желание болмай қала ма? Иә, андай деп андай мен кім берген жоқ, жартылай ойнап берейін деген сияқты бір сондай бір болады. Ондай да бар екен. Сіздер ғой, Бакунайды қандайда бір киноға немесе сериалға шақыратын болсаңыздар, айтқан суммасын беріңіздер, или онша емес ойнап береді. Жартылай ғана. Жарқетмен ғана ойнайды. Жоқ, мен шын саудаласқан негізі мүмкін дұрыс шығар, білмеймін ғой да. Саудаласу деп айтады ғой, бірақ та просто көніп қоя берем. Жоқ, андай адам, мен андай саудаласқан ұнатпаймын өзім, и просто білмеймін адам. Саудаласқанда түстің ба? Жоқ.
түскен жоқсың ба? содан кейін алмай қойды проекттерге. ондай болды менде проект, который режиссер қалап тұр, прям осы керек деп, но бірақ продюсер жоқ деп алмай қойған болды. Даже болды бір рет, ол кезде енді бастап жатқан кезім ғой, режиссер ұнатып тұр, продюсер ол кезде анау подписчик деген қатты не болып жатқан кез ғой. И маған прямо ашығын айтты, оқырманыңыздың аз болуына байланысты біз сізді ала алмаймыз деді. Да? Хорошо дедім. Мен содан кейін сол кісінің вообще сол продакшн проба шақырса бармаймын. Так, что за продакшн? Ладно, он неден кесіп тастайды, что за продакшн? Қызық тұр маған. Потом айтамын. Айтып өтсің, Ана жаққа шыққан кезде айтамын. А вдруг сіздер қосқансыздар? ой, біз бағана неше деп саған не жинап бермейміз ғой ол үшін. И ол вообще танымал емес, олар қазір даже кажется жоқ. Сәлем Social ма? Жоқ, Сәлем Social мен сүйікті продакшным ғой. Ладно, потом айтып береді онда. Мысалы, сіз продюсер ретінде қарайсыз ба актрисаның рейтингіне, подписчигіне? Қалауықтың өзінің рейтингісі жетіп жатыр ғой киносына. Маған нахрен? Қарамайсыз, иә? Ол жерде главный күшті ойнап берсе, режиссердің, бағанағы кастинг директорларының сұрағанына лайық болып тұрған актриса, актер болса, солардың ойнаған дұрыс қой. Мен режиссер емеспін. Мен кастинг директор емеспін. Отырып алып оценка беріп отыратын. Картинаны қалай көріп тұр, соны түсіретін адам, сол адамдарды алып келіп жатқан кастинг директор кім көріп тұр, сол таңдайды. Мен тек біз енді продюсер. одобрение берді. Олай деп айтқан себебім көп режиссерлар продюсерларға сайып кетеді. Сол жақтан деген сияқты. Ол жерде енді режиссердің өзі де жалдамалы ғой продюсерге. Продюсер мысалы айтады, жоқ, ондай ақшам жоқ, басқа актриса қара десе режиссерға. Режиссер амал жоқ қарайды оған. Потому что біз андай шетелдің уровенінде емеспіз. Жоқ, маған мынау керек, именно осыны алдырды деп айтатындаймыз. Бірақ бар ғой. Но иногда болады. Соңғы уақытта вообще мен қуантатыны, шынымен де сол нәрселер жойылып, и реально прямо кәсіби мамандарды алып жатқаны. Кеше мен 37-нің показында болдым да, реклама ма или айта берейін ба? Бола береді. Мен бар ғой, кәдімгідей прям бүйтіп сондай болсаң, иә? андай бар ғой, тойып отырды, көзім тойып отырды бар ғой. Фильмді көріп па? Анау актерский составты көріп, енді Асан Мәжит, Тяжелый люкс дейді ғой. Еркебұлан Дайыр, Сағызбай Қарабалин, Тынышкүл Сұлтанбердиева, Лиза Серікова, Дархан Сүлейменов, Зарина Кармаева. Ананың бәрін көріп, вот мен инстаграмға салдым, мастер-класс алғыларын кезде мына фильмді көріңдер. Действительно солай. Енді кез келген жобаның бәрібір кішкене болсын қателіктері болады ғой. Ондай олай айтып жатқандар да бар, но мен өзім менің қуантқаны кәсіби мамандардан алып сондай жұмыс істегені мен қатты қуантты, шын айтамын. Еще аны біздің болған оқиғада кейбір комментарийлер болды, ой, кілең КВНщиктерді алып осыларды деп ше. На самом деле, по идее, ол жерде апа примадонна театрда мысал, кинода да театрда да мысал. Бакунайдың өзі сондай мысал. Жамбоның өзі профессиясы кәдімгі актерскийді оқыған мысал. Ол болсын бар. Еще Мерейдің өзі театрдағы профессионал актерлар мысалы. Ол болсын да тоже сондай актриса. Бұл жерде КВНщиктер деп айтқаны продюсерлері мен режиссерға ғана деп. Онан кейін шығар. Бірақ и то біз өзіміз актер мамандығын бітіргенбіз, актер режиссерді. Мен бағана бакалаврды оқысам, бұл еще магистратурасын оқып алған. Амстердамда жүрген жоқ па? Осы актер режиссер мамандығы үшін барып келген жоқ па? Амстердамға. Еще қалып қойды. Айтпақшы, режиссер демекші маған жастардан Айтөре мен Кука ұнайды. Жақсы. Креатив ауруда. Жастардың ойы, көзқарасы, креатив қатты көрінеді. Білмеймін. Нравится маған. Жұмыс жасап көргім келеді. Негізі, иә, жақсы олар. Қазір вообще негізі жастар андай ізденіске қатты келіп жатыр ғой, например, мысалы, режиссерлар болсын, андай бұрынғы көзқараспен түсіру деген жоқ. Қазір креативке қарай бет бұру, вообще картинаны қалай беру, подачасы, мысалы ше, сахнадан сахнаға өтудің өзіне ерекшелік жасап, мысалы, кинода. Даже режиссер пробаға барған кезде, мен недавно бір пробаға бардым. Анау жас режиссер бірінші фильмі жақсы не істеді, и даже содан көруге болады, қоятын задачасы вообще басқаша. Мысалы, эмоция көп сұрайды ғой, кейбір режиссер. Анау эмоциямен көрсетеді. Иә, қазір көп сөйтіп сұрайтын болды. Эмоция береді. Қазір в основном жас именно режиссерлар эмоциясыз бересің ба дейді. Просто берші дейді. Даже жыламай-ақ қой дейді. А мынау сұрап тұр, жоқ, маған керек емес ол дейді. Қалайсың, жақсы, иә. Даже интонационно осылай. Иә, мен мам сен неге олай істедің? Мен сені күттім ғой.
мам сен неге олай істедің емес иә. Иә, сондай. ана градусты снизить етіп простота бұл. Вообще анау корейский дорамаларды көресің ғой, главный актерлер безумец ойнайтын бар ғой, который еще анау ше инстаграмда бір дораманың бас жағын көрсетеді да, сволочь, жалғасын көру үшін ақша төлейсің. Мә не ермаурат сондайға ше көріп отырасың да, енді до конца көрсетпейді, жалғасын көру үшін ақша төлейсің деп. Кстати, айтпақшы, біздің болған оқиғадағы жаңағы анау апаның тағдыры ол бар бақуне білесің ғой, Иә. көбісі ойлады, неге, қалай ол деген сияқты деген. Енді болған оқиға деп фильмнің аты айтып тұрғанда, жаңағы апаның тағдыры осы Қазақстанда бар, ол кісі 3 баланы асырап алған, иә. Ол бақуне жақсы таниды ол кісіні негізі. Иә, екі ұл, бір қыз асырап алған. Мен өте жақсы танимын сондай. И оларды бағып қағып соны бүйтіп түрлендіріп ауыстырдық. Иә. Бағып қағып жетілдіргеннен кейін іші араласпай кетеді бір-бірімен. И апа жалғыз қалып қояды. Қазір апа жалғыз, мамасы болған, мамасы өмірден өтті, апа жалғыз. Қызы тұрмысқа шықты, 2 баласы өкінішке орай бірге тұрмайды. Вот болған оқиға деген киноның кішігірім, негізгі қаяқтан алынған, қайда болған десеңіздер, осы әйтпесе менің мамама да жазғандар бар екен, сонда Елдосты асырап алғансыздар ма деп. Бірақ біз өрді кішкене сценарийді, өмірде болған оқиғаны түрлендіріп сіздерге бір әдемі нүктеде жеткізгіміз келді. Мен бір история айтып берейін. Нұрболхан тойына байланысты бір история есіме түсіп отыр. Нұрболхан енді 5 уақыт намазда, өздеріңіз білесіздер, и үйленетін кезінде, қай жылы үйлендің? 2019 жылы үйленді. Үйлену тойында бұл халал жасаймын деді. Яғни арақсыз той өткізеді. Ішімдік болмау керек деді. Қандай жағдай болса да ішімдік қойылмасын деп айтқан, тапсырған. Соны сен саматтарға тапсырыпсың. Соларға тапсырған. Сонымен қараса, бір-екі кісі туысқандарынан жезделері ме, үлкен кісілер ғой. Жаймен бүйтіп, ақтан кіргізген ғой. Шайнекке қойып. Жоқ, шайнекке кіргізбей жатыр, ақтың өзін кіргізген ғой. Примерно кісі шайнекпен кіргізген ғой. А берде Нұрболханның тікелей тапсырмасы бар. Менің тойымдағы айтылған тілектер қабыл болу үшін никакой ішімдік деп. Мен туысқандармен Нұрболхан үйленді, ойбау деп ана ішкен ғой енді. Соны алып кіргізген кезде Самат мынандай 2 ящик деді ма, соны алғанда, просто алғанда лақтырып жіберген ғой, далаға шығарып. Складта тық болған жерден лақтырып жіберген, пока шайнекке кіргізіп, тойханада столдарға таратамыз дегенше. Сонымен көрген оны, өнердегі арақ па, вино ма, бірдеңке қайда десе, анау бала алып кеткен ғой деп Саматты көрсеткен официанттар. Сонымен Саматқа барған, қайда деген, білмеймін деген. Сен алып кеттің деді ғой, білмеймін, Нұрболхан аға халал болсын деп айтты деген. Сылқ еткізіп ананы. Жарқ еткізген ба? Нұрболханның жездесі. Өзім Саматты ұрып тастаған ғой. Сонымен Самат, ё-мо, мен жақсылық істеймін деп таяқ жеп қалдым деп, сол жерден бұрылғанда такси ұстап үйіне кетіпті. Оны бір күні бір болған оқиға подкастына барсаңыз, Елдос аға осыны айтыңыз, пока айтпаңыз оны. Алдын ала хабарлап айтпаңыз. Саматты ұрып кетіп қалған ба дейді Самат? Саматты ұрып жіберген ғой. Мен естідім, сізді жездуқаларың андай паника көтеріп жатыр бірдеңе деген. Сол кезде Саматты ұрып жіберген. Мен оны осы білмейді. Самат, кешірім сұраймын онда. Бек, кешірім сұраймын. Сен осы тойды ішімдіксіз өтуіне атсалысқаның үшін бек қуаныштымыз. Бұл чисто Самат үшін. Осы киноға дейін мен конференция болып жұмыс жасадым, концерт жүргізушісі болып. Сөйтіп, қазақ концертте көп концерттер өтетін осыдан 4-5 жыл бұрын. Сөйтіп, 2 оқиға бар негіз, біріншісін айтайын. 16 желтоқсан қарсаңында Акиматтың андай заказной концерттері болады ғой. Марапаттаймыз жаңағыдай. Сөйтіп, классикалық концерттер кішкене басқаша өтеді ғой. Гатоптан, жан-жақтан әншілер келеді деген, опералық әншілер келеді. Оның материалы да басқа болады, эстрада емес. Сөйтіп, мен алғашқы концерттерім ғой, мен қатты сасқалақтайтын. Менді концертте жүргізуші болу деген оңай емес, әсіресе конференция болып, классикалық кештер жүргізу. Өйткені ол жерде официальность өте маңызды ғой. Сөйтіп, папкамды алып дайындалып тұрғам, концертті жаңағыда гимн, артынша марш, бәрі по плану күшті кетіп жатыр. Содан сценарийді ашып қалсам, мен сахнаның артында Муслим Магомаев «Синяя вечность» исполняет заслуженный деятель, орысша жазылып тұр екен, Гатоптың опералық әншісі Есенгелді Рза, қателеспесем. Сөйтіп мен ана «Синяя вечность» сүйікті әнін негіз жақсы көрем.
о море деген енді әдемі ғой енді. Сөйтіп сасқанынан білмеймін мен қалай басты мен сол жерде на сцене Муслим Магомаев «Синяя вечность» деймін ғой. Ана жерде әкім отыр, халық дейді ғой кәдімгідей. Адамдардан сондай леп келіп жатыр да. Күлді, шок ұстады. Мен отыра қалдым да бетімді жаптым. Мен ойладым, бітті мені қазір. Ана жаққа кеткеннен кейін ба сахнаның артына? Сахнаның артынан хабарлап тұрмын, за кулис. Микрофон тастадым да бүйтіп отыра қалдым, бетімді жауып, білмеймін, қатты мен сол жерде қорқыныш басты. Қазір мені жұмыстан қуып жібереді, бітті, акиматтан бүгіп аламын, гонорарымды білмеймін, бітті. Өмір деген флешбек болып көз алдымда өтіп жатыр ғой, фук деп. Сол кезде есен келді ағам, мен аяп кеткен ғой, ана менің паникамды көріп сахнаға шықты да. Әртіс қой енді. Қарындасымыз сондай әзіл қой, мені Муслим Магомаевтай ұлы тұлғаға теңеп жатыр. Мереке құтты болсын дейді ғой. Деймін ғой ана жерде. Кәдімгідей ағаға қатты рахметімді айтам. Қайта құшақтаймын біресе рахметімді айтам. Бірақ акиматтан сөгіс жариялады. Иә. Акимат ондай жібермейді ғой. Кто она такая деді ғой, маған ана жерге тәтелер жүгіріп келді. Куда смотрит акимат дегенде бұндайларды четко смотрит акимат. Акиматтан қатты қорқамын десең, иә. Астанада қай не екенін айтпай-ақ қояйын. Бір продакшн тоже осындай нелерді ұйымдастыратын. Сөйтіп телевизионный шоу отыр, короче, бірдеңе. Сөйтіп шәмшәндерінің кеші бола ма, сондай бірдеңе, короче. Сөйтеді да, шәмшінің анандай, шәмшің деген кезде жаңағы ненің продюсері бастығы келіп, а давай шәмшінің өзінің алдырайық та деген ғой. Ауыр. Еще ол продюсер. Енді ол аты шыққан продюсер да. Орыс тілді продюсерлер ғой енді. Шәмшіні білмей тұр ғой енді. Анау түрмеге келіп ән айтқан деген қызды естіпедіңіз? Қайсы? Сол ситуацияны. Қайсы? Возможно, естідіңіз. Мен естідім, бірақ кім айтқанын ұмытып қалып тұрмын. Бір әнші қызды былай енді сондай концерт қояды ғой, солай барып. Сөйтеді да, ол асығыс болады да, қандай ән айтады? Айтам, мен просто атымды айта беріңдерші деген ғой, короче, айтып шығам, айтам. Түрмедегі адамдарға концерт болып жатыр. Ондай түрі бар ғой. Ана қызды айтады, анаға шығады да сахнаға ән бастады. Ассалаумағалейкум, ағаларым бүлдірген. Ағаларым бүлдірген. Дейді өзі. Ана да бар, осы отырған отырыс бір деген сияқты. Сол сияқты болды бағана. Түрмеге барып КВН қоятымызды айттық қой, ойбай. Иә, біз КВН Таразда біз андай да. Еще ол жақта андай сахна, решетка ештеңке жоқ, сахна и сразу көрермен. И сол жақта главный кісі күлсе, бәрі күледі. Ол кісі күлмесе, күлмейді. И андай кімдерге қатысты? Яғни полиция қызметкерлеріне қатысты любой шуткаға күледі. Так ондай бір жігіттер туралы айтшы, бойдақ қызсың ғой. Жігітпен танысқан. Қандай кринж жігіттер бар өмірде? Бойдақсың ғой енді сен. Блин, Кім бар ғой енді көп, мысалы, Қазбекпен десең. Қазбек Құрайыш прямой эфиріңізді қарайды екен. Тек қарайды ма прямой эфирді? Жоқ, мен Қазбектің стористарынан көріп қалдым. Баконай, сен бір жақтан ба выступать еттің ба, по-моему, бірдеңе деп. Сол Қазбек сап қойды, по-моему, короче. Тармақтарға келген шығар театрға. Мүмкін сонда бірдеңе барды, короче, деген сияқты. Жоқ, ол кісі біз бұрыннан арасында ондай емес. Түр бермей отқан же. Деп жанып кеткен шығар. Әншімен актриса, хороший тандем. Қырсын, жоқ, ондай емес. Құрмасын. Просто қазір бірдеңе айтсам, ол ашылып кетеді да бір нәрсе. Так что Не айтсаң? ондай темада әңгіме айтпай қояйық. Не будем обсуждать? Да. Но мы обсудим. Не будем осуждать, да? Но не сейчас. Театрда ма, театрда... Театрда зеленый концерт болған, подставной болған, сахнада. Ондай көп болады бізде негізі. Өз басыңда өткен прям. Мысалы, махаббат қызық мол жылдар спектакль. Қаншадасың қазір жасың, например? Мақал, соңғы 20 жылда неужели бір андай пах еткізетін бір оқиға есте қалған жоқ. Например, қатты ішің өтіп туалетке бардың, и қағаз жоқ деген сияқты ғой енді. Біздің оқиғаларымыз. Тек сондай әңгіме ма? Жоқ, театрда андай бола, махаббат қызық мол жылдар спектакль болып жатыр. Сол кезде Дархан Сүлейменов актер,
танитын шығарсыздар. Сол кісі Ерболды ойнайды да. Уже гастрольде жүрген кезіміз ғой. Гастрольде жүрген кезде кішкене екі сеанстан ойнағаннан кейін кішкене шаршайсың. Өзімізге қызық болу үшін бірдеңелер қосады, импровизация андай. Не айтады екен деп бүйтіп тұрасың, каждый раз включен тұрасың, бірдеңе істеп қою мүмкін болу деген сияқты. И соны бір кезде андай сахна бар, Ербол мен Меңтайдың сахнасы бар. Ағаңыз тірі ма дейтін сахна бар да. Сосын мен сол кезде ау деймін, сосын ағаңызды айтамын, тірі ма дейді. И тұрады да, соны Дархан аға тұрады да. Ағаңыз тірі ма дейді. Ау десем, не ау дейді ғой маған. Енді мен оған ағаң тірі ма деп сұрадың ба деп айтсам да не оправдан, ну не үшін ау деймін онда деген сияқты да ана жерде. Не ау дейді. Сіз бірдеңе дедіңіз ба деймін ғой. Жоқ, Меңтай, мен саған ештеңе деген жоқ. Көрермендер отыр еще. Отыр, уже ойнап жатырмыз. Ол бірінші істегені ғой маған, мен уже дайын болмаған ондайға. Түрім ақ кетті де күлкі қысады ғой мен ана жерде. Сахнада күлдің ба? Бүйтіп тұрмын да. Деп тұрмын сосын. Ағаңызды айтам, иә, есіме түсті, ағаңызды айтам, тірі ма дейді. Мен мынау мен тұрмын ғой. Мен қалай мынаған жоқ, қара қағаз келген деген айта алмай тұрмын ғой. Қара қағаз ба? Еще қара қағаз. Иә, текстіні деп тұрмын. Ағам өтпеді деп қалай да содан кейін. Дархан аға бір кезде өзі түсінді ғой деймін. Кешір Меңтай, кешір деді да, сөйтіп айналдырып. Сосын типа жылаған. Жоқ, қара қағаз келген деп, бірақ түрім андай деп кетіп жатыр. Бір кезде андай болды. Мен отырам, ол кісі келеді да, бүйтіп шашымды бүйтіп қайыру керек қой, короче. И сөйтіп бір кезде бүйтіп келеді да, бүйтеді да. Бүйтеді ғой маған. Мына жақ көрінбейді ғой, зритель былайны. Мен бүйтіп жатырмын, былайны. Сөйтсем мына жақтан камера түсіп тұрған, соған ана прикол ұстаған ғой, әдейі бүйтіп ше. Бүйтіп кеттім ғой кәдімгідей. Сондай бір ситуациялар болады сол кісімен. Ана не сияқты ғой, сахнада сөйтіп подставной жасайды ғой. Өнерғандар особенно сөйтеді. Өнерғандар тоже бір-бірін поставить етеді қатты. И тоже болған оқиға театрда уже қойылым болып жатыр. Қасымханның ба біз спектаклін қойып жатыр, короче. Хан отырады ғой өйстіп. Деп отырған кезде уәзір келеді да. Хан бірдеңе дейді да. Датым бар дейді. Иә, датым бар мына жерде дейді да. Датым болса айт дейді. Ол тұрады да мына жерден тұрып, короче, бірдеңесін айтады ханға. Сөйтіп айтып келеді да. Анау көтін шықиды ғой, короче. Ондай бар ғой театрда. Уәзірдің көтін шықиды ғой. Сөйтіп анау тұр. Қасымхан деп айтады. Ту Қасымхан деп айтады. Ананы естіген кезде вообще театрда негізі сондай зеленый нелер болып тұрады ғой, спектакльде вообще негізі. Анау да бар ғой, короче. За кулиса шығармай қояды ше, бүйтіп выходыңда шығармай қояды. Иә, шығармай қойып ұстап тұрады, короче. Тер жібереді да, бүйтіп ше, не в тему уақытта шығып қаласың деседі ондайлар. Театрда ойнап жүрсіз, білесіңдер ғой. Тоже қатты не болады, ана бір спектакль болады дейді, короче, соғыс туралы. Сөйтеді да, шешесі сахнаның ортасында отыр, баласы соғысқа кету керек болады. Сумкасы тұр шешесінің алдында. Баласы келеді да, шеше осындай жылама, мен қайтып келемін соғыстан, тірі келсем бірдеңе деген ауыр сахна отыр дейді ана жерде, жылайтын бірдеңе. И сумканы асып, шешесін айтарын айтып қойып, сумканы асып кетіп қалу керек, короче. Шешесімен ойнап, жылап, ойнап алады да, анам көтере алмайды ғой сумканы. Ішіне гирларды толтырып сапсаң ғана. Сумкаға ше, гирларды толтырып сапсаң, анау датаво, ананы көтере алмайды. Сөйтеді, шеше бірдеңе, жылама, мен қайтып келемін шеше, дейді, аламайды. Не сапты сағасындар мұна ішіне, дейді, сүйреп алып кететін. Сахнаның артына қар. Сондай болған ба, короче, ойлашы. Ана, Төле би, Қазыбек би, Айтеке би, үшеуінің қойылымы батыр дейді, короче. Төле би бата беру керек, короче. Тексті мынандай қылып Төле би ғана жаттаған, короче. Сөйткенде ана бір-бірін подставить етемін деп, Төле би тұрғанда, в общем, Қазыбек би берсін, батан деген ғой. Ана потеря оқып, жо, бері өзің.
жоқ бере бер деп айтады. Олай спектакль береді жоқ бере бер демейсің ғой. Өмірде болса айтасың ғой. Жоқ брат бере бер өзің дейсің ғой. Ана жерде ал Қазыбек бата берсін деп андай. Спектакльде ма? Спектакльде көрермендер отыр ғой, ойлашы ше. Ал Тұрай Қазыбек бата бер деген ғой сөйтсе. Жоқ өзің бере бер. Сондай болған ғой, короче. Мен де сәл бәрі анайы болып тұр, ладно айтпай ақ қойыншы. Кімдікі Бекіш. Қайсысы? Құдай берген Бекіштің. Білесің ба? естіген сияқтымын. Қайсысы? Көп сияқты ондай ситуация. Өте көп болған ғой, тоже зеленый концерттері. Құдай берген Бекішке біреу подстава жасайды сахнада, типа сондай қылып. Сөйтті Құдай берген Бекіш, қазір мен саған көрсетемін дейді ғой. Келесі концертте көрсетемін мен саған дейді. Сөйтті, енді ана подстава жасаған адам сахнада өлең айтып тұрған ғой, короче. Бір өлеңді айтып. Қуыр машина. Или Құдай бергенге не жасайды, короче. Подстава жасайды, ответкісін береді, короче. Қуыр машинасы занавеске түсіп келатыр. Ойлашы, занавеске? Концерт біткенге занавеске түсірмей ма бұрын? Сол қуыр машинасы занавеске түсіп келатыр дейді алдына ойлашы. Анау бүйтіп тұр дейді ғой айналдырып. Сахнаның шетінде. Жаны. Да, того сондай подставалар болған ғой, короче. Жақсы. Болған оқиға бұның барлығы реально кәдімгідей. Болған оқиға. Негізі бүгін осы болған оқиға подкастта қыздармен қалай болады деп едім, күшті шықты ма, негізі риза болдым. Сіздерден де қатты уайымдадық қой, мен Абайға, Абай, мен может бармаймын, мен әңгімені олай күлкілетіп біз енді болған оқиға деген подкаст қақтан шықты, ол кинодан шықты. Енді киномыздың нүктесі қойылғаннан кейін постоянно бос емес, то анау бос емес, то мынау бос емес. Сонымен қыздарды жаймен таныстырайық, одан кейін балдар, одан кейін общий команда деп сондай ойда сіздерді шақырып. По идее, алдыңғы подкасттардың бәрінде біз солай істейміз деп ойлағанбыз. Қыздарды бір шақырып аламыз, жігіттерді бір шақырып аламыз, сосын общий актер актрисалармен бірге түсіреміз деген ой болған ғой. Сонымен, в общем, білесің ғой алдыңдан бері хабарласып не істеп. Өмірі бос емес деп айта беретін болғаннан кейін жаймен уже анау көрермендерден кім шақырайды, анан шақыр, мынан шақыр дейді, сонымен сөйт подкастымыз созыла берді ғой, пока общий жинаймыз дегенше кино басталып кетті, кино бітті уже. Мен бір нәрсе айта кетейінші, болған оқиға, өзімде болған оқиға ғой. Кино жайлы айтты. Жалпы енді менің орныма Зарина Кармен түсуі керек болған ғой, қателеспесем. Жоқ, біз басында актрисаларды іздедік. Маған Зарина Карменді көрейік деді. Маған біз сөйлестік, бірақ Зарина Кармен тоже баға жағынан біз тоже келіскен жоқпыз. И сосын мен айттым, Заринаның түрі апаның жас кезіне келмейді дедім мен. Потому что Айжандар бірақ ұсынды, әркімді ұсынды маған. Зарина Кармен ұсынды. Айжанмен құрбы дос болғаннан кейін бір офиста жұмыс жасаймыз. Бізде жарық синема деген өзіміз школамыз бар. Сол жерде актрисалар таңдап жатқан кезде құлағымда Зарина Кармен қалып қалған ғой. Жоқ, қара. Зарина Карменді қалап ұсынды. Неге? Потому что білесің, помнишь, неде звондаған кезде. Зарина Кармен бар ғой, соны сөйлесіп көрші деп Айжанға айтты Колобок. Маған ол кісі кеп тұрған, енді мен режиссермін ғой, мен қараймын ғой, кімнің түрі ұқсайды жас кезінде келеді, кімдікі келмейді деген сияқты. Идеально таңдалған негізі. И сосын жадыранкін жіберді маған. И апаның түрін қоямын да, фотолармен кім екеуін жадыранкін қоямын да. Все, деймін, короче, жадыранк. Айтайын дегенім, Зарина Кармен құлағымда қалып қалған, сол кезде актерларда ішкі түйсік деген болады ғой, интуиция. Мен как будто осы проектке түсуім керек сияқты деген ой келді маған. Типа түсемін деген сияқты ма? Мен түсуім керекпін деген сияқты. Ол бір мен өзіме қатты көп алып тұрғандықтан емес. Просто как будто это мое деген сияқты нәрсе болды да. Мен сол жақта болуым керекпін деп. Өйткені мен негізі ішкі түйсігіме, өзіме, ішкі әлеміме мен негізі қатты мән беремін. Мен тыңдаймын. Қаншасы міне? 4-кам. Ой, Планета Раху. Сенька? 6. Шестерка. Счастливчик Бога ма? Любимчик Бога? Это қырсық. Қырсық. Мінездеген жатыр. Жақсы көремін, шынайылық жақсы көремін заты. За справедливость. Бірақ менде интуициям жақсы жұмыс жасайды. Мен сол кезде ойладым, если это мое, ко мне придет деп айтатын бар. Шын мәнінде ойламаған жерден маған Айжан хабарласып, Нұрболхан сен ұнатып жатыр, сен өттің деген кезде мен қатты таңғалған жоқпын. Өйткені менде іште ой болды, мен түсемін деген сияқты.
кейбір проекттер болады, мені пробаға барып алып тұрған жерде де мен ойлаймын, мынау менікі емес, мені алмайды. Әдейі бағамды да 2 есе қылып айтамын. Сол кезде шын мәнінде ол роль маған келмей жатады. Сосын тағы да бір болған оқиға, мен предпоказға бара алмай қалдым. Съемкада болдым, бір жарнаманың. Сосын бүйтіп ойладым, баруым керек па, баруым керек жоқ па. Мен өз-өзіме сөйлесетін әдетім бар. Сосын бүйтіп ойладым, жарайды, үлгермесең ештеңе етпейді, бірақ халыққа ұнап жатса, саған жаққа хабарласады дедім да. Предпоказ где-то 8-де басталып 10-да бітеді ғой, иә? Мен сіздерге өтірік айтпай ақ қойын, 10 мен 10:30-ның арасында мен телефоным үзілмей шырылдады. Сол жақтан шыққан әріптестер мені құттықтап жатты. Құттықтап па? Мен бір жағынан ойладым, менде басты рөл емес, эпизод қой, бірақ соның өзінде егер ұнатып жатса, халық міндетті түрде айтады. Андай ғой, еще сен киноның басын бастадың да, киноның соңын жаптың еще. И ортасында флешбектер де барсың ғой сен еще. Сол үшін ол главный рөл емес деген нәрсе. Басты рөлде болған сияқты болып қалдың да. Сондай ощущение береді. Сөйтіп хабарласқан кезде, мә қазір көрермендер өтірік деп ойлап қалуы мүмкін, мен кәдімгідей үйде көзіме жас келді. Білмеймін мен неге, сондай бір волнение, іште бір толқу келді. Бұл мен үшін бір жаңа кезең сияқты болып көрінді. Мен творчествомда, өзім шығармашылығымда, мен іште сол кезде жалпы осы жобаға алғысымды білдіргем. Енді біздің де септігіміз тиіп жатса, ары қарай дамуларыңа. Өйткені бек қуаныштымыз. менде жақсы полный метр жоқ. Мысалы, Бакунайды көбіне жақсы, Досмұқасаннан, Заманбектен біледі ғой. Менде сериал көп. Полный метр аз. Сол үшін де осы жоба мен кәдімгідей полный метрға толығымен. Енді потому что ана жерде предпоказ қандай? Менде видосик көп деймін. Ана жерде енді қаншама кілең әріптестер отырады, кілең режиссерлар шақырдық қой біз специально ше. Көріңдер, и бізге прямой бетімізге айтыңдаршы, бағалаңды деп сөйтіп шақырғам негіз. Кім Ернар да келді, Анвар да келді ол жерде, Мерей де келді. В общем, біраз кино түсіріп шыңына жетіп жатқан режиссерлар шақырдық қой ана жерде. Бәрінің тоже андай оң бағасын алдық та, кәдімгі күшті. Мен сол үшін қатты келгім келді негізі, білейін показға. Сен басқа жақта болдың ғой. Питерда болдық. Питер. Бірақ енді ол болмады. Сол командаға сіздерге көп рахмет. Мен үшін бір ерекше ұмтылыс. Бірақ мен осы фильм вообще басында уайымдағам. Өйткені Жамбоға деді ғой. Жамбоғаны мен танимын ғой енді. Бірақ вообще араласпағам ғой, вообще араласпағам. Бірақ араларында химия болды. Осыдан кейін уже нормально араласып кеттіңдер да? Өте жақсы араласып кеттік қой енді, прикол ұстап сондай. Алло деп жүретін ғой. Иә. Жоқ, негізі араларында химия жақсы болды негізі. О кісінің арқасында деп ойлаймын, андай кішкене андай мүмкіндік берді, еркіндік берді, былай Жамбо жақсы партнер негізі. Бірақ саған риза болдым, до конца ол мен смело ойнап бір үстінен иіс шығады ғой оның қалай. Мен мұрным иіссезбейді ғой десек. Сонымен нормально болып кетті ғой десек. Жоқ, сол. В общем, сондай барша көрермендер, бүгін бізде енді подкастта болған оқиға фильмінің актрисалары. Иә, болған оқиға фильмі ғана емес, жалпы өмірде актриса болған оқиғаға миллиард жинауға. Иә, миллиард жинауға және көрерменнің көңілінен шығуға. Менің алғашқы миллиардым екен онда. Үлес қосқанда. Бакунайда екінші ма, Бакунай сенде? Бакунайға қызық емес уже, иә? Иә, деді ғой. Енді Турция аэропортында адасып. Жоқ, мен өте қатты қуандым. Прям шын айтам, именно осы фильм. Или мен анау кімдермен, муралармен содан бір апта бұрын сөйлескен ғой сол кезде. Миллиард болса екен, бір соңғы уақытта что-то деп сөйтіп айтқаннан жүрегіме қабылдап қалдым ба қатты ше. Миллиард дегенде мен өте қатты қуандым, вот шын айтам. Деп ше. Сондай болды. Ол вообще жақсы ғой. Мысалы, мен миллиардный проекті болдым дейтін ше. Әдемі ғой. Рас. Осындай миллиард жинайтын проекттеріміз көп бола берсін. Сіздерде де, біздерде де көпшіліктің көңілінен шығатын. Әлі де бізде әлі бұйырса екінші бөлімі бар ғой енді. Иә, бұл актрисаларды әлі де көресіздер. Бұйырса 2026 жылы жақсылап тұрып картоп жаратын боламыз. 2026 сендердің жылдарың болсын. Әмин. Бұл сіздерге ұнағанына қуаныштымыз. Бізге де ұнады, көңілімізден шықты. 26 жылы ортақ проекттерде кездескенше. Сәттілік. Рахмет. Лайк бас, комментарий жаз. Біздің каналға тіркел. Күлкілі болды деп жаза беріңдерші, пожалуйста.